Сәлем достар, Еркетак арнасына қош келдіңіздер. Еркетак арнасында сіздердің көптен көп күткен видеоларыңыз сыныптастар деген видео. Яғни бұл сыныптастар видео дегеніміз өте күшті, яғни сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сол себепті видеоны, сериалды соңына дейін көреді деген ойдамын. Яғни сіздердің маған жазған комментарияларыңыз өте жақсы, но кейде жаман комментарияларда болып қалады. Ондай комментария жазуды не істемеймін, себебі ондай комментарий жазғанша жазбай-ақ өтіп кете салыңыздар. Ол жаман комментарий жазу қиын, бірақ өту оңай да. Просто оңай, бірақ өту қиын да. Сол себепті әркім өзіне жазсын, яғни ұнаса ұнады, ұнамаса өтіп кетсін. Яғни сіздер өздеріңізге қандай комментария жазсын десеңіздер, маған да сондай комментария жазыңыздар. Сіздердің видеоларыңызға жаман комментария жазса, онда сізде маған жазыңыз. Ал сізде қаламайсыз ба, онда сізге жазғанда қаламайсыз ба, онда жазбай-ақ қойыңыз. Яғни соны айтқым келеді. Яғни кейде 2-3 подписчик менен отписка жасаған. Яғни не үшін екен айтып кетейін, себебі мен видео түсірмегенім үшін шығар. Достар, яғни 62-ші версия шықты, но мен оны қалаймын, мен әлі бірде 60-тамын, өте жаман. 61-те жазған жоқпын. Жаздым, андай неде тұр, телеграмның андай несіне тұр, бірақ менде соны істеген кезде вообще болмайды. Себебі менде память толып тұр. Көп память толып тұрғаны ол Free Fire ойны, және де TikTok. Бірақ мен оларды өте қатты жақсы көргендіктен мен аны жазамай жүргенім осы. Осы мен сериалды аяқтағаннан кейін бұл Тока-Боканы удалетіп, сол Тока-Боканы жазам. Бұл Тока-Бока 128 мегабайт па, сондай алады екен. Не знаю, Сол жерде видеоны көп созбай бастаймыз. Видео бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сыныптастар, который бізде өте андай жатақхана сияқты, бүйтіп жатып оқисың, бір апта оқисың, бір күн андай неге барасың. Бірақ бұл қыздардың лицей емес. Бұл олардікі де бірге тұрады барлығы. Бұл, мектеп. Ал бастаймыз. Мына жер сияқты ғой, Блин, сендер кімсіңдер вообще? Біз де осы жерге келген адамбыз ғой. Танысқанға қуаныштымын. Біз әлі таныспадық. Бола береді ғой. Күтейік. Привет, қыздар, привет. Аттарың кім? Менің аттым Аружан. Менікі Айша. Менікі Ақнұр. Сендердің аттарың кім? Менікі Дастан. Менікі Нұрдәулет. Менің атым Айбек. Өте қуаныштымын. Танысқанымызға қуаныштымыз. Мына балдар кімдер? Келіп тұрған сияқты ғой. Қазір ашайын. Сәлем балдар. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Біздің мектебімізге қош келдіңіздер. Жүріңдер. Мынау сендердің ас бөлмелерін. Яғни осы жерде тамақ ішесіңдер. Әкел. Алмаңдар ол затты. Вообще. Жақсы. Мына жақ сендердің нелерін, Мына жақ сендердің сабақ оқитын жерлерін, яғни әпкелерін ертең азанда келеді.
Жақсы. Міне, сендердің нарықта 3 қыз жатады, нарықта 3 жатады. Мына сендердің нелерін, шкафтарын. Нарықта сабақ сендер 4-4-ден болып, Яқтап алып, ертең азымдамыз, жетіп тұрыңдар, 8-де сабақ басталады. Сабақтың өзі 8-де басталса, неге біз 7-де тұруымыз керек? Енді әпкей тамақ іш деп атқан шығар, тамақ ішіңдер деген шығар. Жоқ, мен 7:50-де тұрамын. Қайырлы түн, мен қай жақта жатамын? Қыздар, қай жерде жатамыз? Біз шешіп алайық. Мен мына жерде жатқым келіп тұр. Ал мен мына жақта. Блин, неге мындай детский төсек вообще? Ну ладно, мен жақта ұйықтаймын. Мен мына жерде. Блин, мен қай жақта жатамын? Мен мына жақта жатамын да. Нет, мына жақта жатамын. Сен мына жақта жатамын. Мен мына жақта жатамын. Блин, мен ұйқым келмейді. Не істесем болады? Қарным ашып кетті, не істеймін? Барып, тамақ сұрап келейінші. Неге жүрсің? Менің қарным ашып кетті, просто сонан тамақ ашқым келген. Жоқ. Саған түнде тамақ берілмейді. Оны тек қана азанда 4 мезгіл ғана береміз. Қалайша, менің қарным ашты ғой. Бізде бүгін повар жоқ, яғни аспаз жоқ. Неге сонда көріп көрейінші, мына жер тамаққа толып тұр ғой. Яғни бір нанды алайын ба? Жоқ. Енді бір шай ішіп алайыншы вообще. Ішіп алуға болатын шығар. Бұл жері жаман екен. Ұйықтауға амал жоқ. Блин, неге вообще телефон да бермейді? Азан болған соң. Азан болып ғой. Неге біз ұйықтап қаламыз? Неге сен ұйықтап жатсың? Не знаю, ұйықтап қалыппын. Тұр. Қыздар, қалайсыңдар? Жақсы. Саламатсыздар ма? Ой, мен ақтық қалайын. Менің бірінші сабағым. Онда мен мына жерге барып отырайын. Қазір ана қызға барып келейінші. Неге балдар әлі жоқ? Уже 8 болды ғой. Қазір көрейін. Қос қоймаса. Балдар, тұрамыз. Не ойнап жатыр вообще? Вообще, өшірмеші. Тұрыңдар. Жоқ, мен ұйықтаймын. Жоқ, тұрамыз. Өшірмеші, тұрамыз ғой. Тұрыңдар. Неге вообще сабаққа барып келмей қалды ғой вообще-то. Блин. Ну ладно. Жүріңдер, сабақ басталды. Аналардың деген тұрмайды ғой, әрен тұрды. Жарайды, қазір не істейміз? Өте қатал мұғалім екен. Дұрыс айтасың, өте қатал. Сол апай бізге бермесе екен, жай ғана қызметкер, яғни аспаз болса екен. Жоқ. Аспаз болғанын қаламаймын. Бізге жаман тамақтар беріп қою мүмкін. Яғни повар болса екен. Ой, повар деппін ғой, уборщица. Бірақ уборщицаға ұқсамайды. Қойындар, жөндер, кеттік бар керекші. Менің беті қолымды жуып алайыншы. Болдым.
Мен де. Жер. Аттанды айтып жіберіңдерші, мен жазып алайын. Айбек. Аха, сенің Дастан. Жарайды, жазып алайын. Айша, жақсы. Нұрдәулет. Аха, жаздым. Болды. Сен менікі Ақнұр. Жаздым. Менікі Аружан. Жазып алдым. Өте керемет есімдер екен. Сабағымызды жалғастырайық. Жазып алайын менде. Дәптерімді ашып. Өте жақсы мұғалім сияқты. Иә. Болды, дәптерімізді ашып жазайық. Балдар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Блин, қазір ана біздің сабақ болады. Өте жақсы балдар. Қойш, қайдағы жақсы бала? Көрініп тұрғы жаман екені. Жаман екені. Мен барайын. Мына қоңыраудың өзі жаман. Мына неде біз қалай оқимыз 11-ге дейін. Соны айтам, не, вали, мұғалімдері несі барлығы жаман. Қоңырау ұрды. Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз ба? Ота жүрек. Бүгіннен бастап мен сендерді өз орындарына отырғызам. Тұр сен. Мен ба. Әпке, болды, орманшы вообще. Ана жерге барып отыр. Сен ба, бергел. Мен ба? Иә. Арттағы қыз, бергел дейм. Жоқ, нарақа отыр сен. Сен мына жерге отыр. Артта ешкім отырмасын. Жақсы ма? Бүгіннен бастап осылай отырыңдар. Сабағымызды үйретейін сендерге. Тақтаға шығады. Мына қыз шықсыншы. Мен ба? Енді кім? Шығар тақтадағын мә. Дұрыс емес, отыр. Қалайша осылай еді ғой. Вообще, қолым байып кейкен, қалай шығарады математиканы. Ой, то есть, алгебраны. Сабақтың барлығы осымен өтті. Қоңырау, шығындар. Бар, түскастан үшін. Тамаша байк.
Қарнымыз ашып кетті. Түскі астарын ішіп алған соң болдым. Барып жатайын. Балалар, қазір сендерге тағы да сабақ. Сабақ? Жоқ. Ұйықтайықшы. Қой. Тұрайын. Кеш болып той. Балдар тұрамыз. Не істейміз енді? Блин, ішіміз бетті. Қазір бізде сабақ бар. Сол шығар бала айтып отқан кешкі жағын сабақ деп. Қой тұрайық. Не істейміз? Блин, неге осындай вообще? Мектептер қандай мен оқи алмаймын бұл мектепте. Мен де. Менің сабағым бірінші сабақ, сол себепті барып айтайын. Давайте, жүріңдер. Вообще-то оқымаймын сабақ. Сабақ оқимыз. Түнгі 1 болғаннан кейін. Блин, бағанадан бері отырып қой, не істейміз? 11-ден бері отырмыз, әді. 1 болған шығар уже. 2 сағат отырдық қой, вообще сабағын оқып. Бұл сендердің үй жұмыстарын ғой. Қазір ана әпкеде келеді. Қалай сонда? Біз сонда 4-5-терде ұйықтаймыз, бірақ 8-де тұруымыз керек па? Я. Қалай сонда? Мен кеттім. Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз бағана амандасып қойғанбыз. Енді уже келесі күн басталды ғой. 12-ден асып кетті 1 болды, сол себепті келесі күн. Амандасамыз. Окей. Біз ұйықтай берсек бола ма, ұйқымыз кетірек? Ұйықтай алмаймыз. Бізде сендердің солай тұрамыз. Бізді қазір 5-6-тарда үйге қайтамыз да, 7-8-дерде қайтып келеміз. Вообще үйге ұйықтау деген бізде жоқ. Барлыққа ұйықтап қалған соң. Түнгі 3 болған соң. Мына балдар ұйықтапты. Сабақ бітті уже. Блин, вообще қандай мектеп вообще? Кеттім мен. Сабақ бітті. Сағат қанша болды? Сағат 6 болды. Блин, мен үйге бармаппын ғой, ұйықтап қаппын ғой. Енді ұйықтай берейік енді. Ұйықтай берейінші одан да. Осылай біздің сыныптастар сериясы 1-ші жасы аяқталды. Видео ұнады деген ойдамын. Ал достар, 2-ші жасын күтесіздер. Жақында ода шығып қалады.